Қайырлы күн менің құрметтілерім. Бүгін сіздермен Дикош рецепті каналынан құрметпен Динара. Бүгін сіздерге қыста рахаттана отырып жейтін өте пайдалы алмадан қақ жасаудың құпиясымен бөлісетін боламын. Қазақша контенттің дамуы үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алманы жуып тазалап, артық жерлерін алып тастап, осылай ұсақ бөлшектерге бөліп шығамыз. Қақ жасаудың түрлі жолдарымен жасап көріп шықтым. Ішіндегі ең ұнағаны осы рецепті болды. Өрікте де осы рецептімен жасап шықтым. Балаларыма, жолдасыма қатты ұнады. Сіздерге пайдасы тиіп қалар деген ниетпен видео түсірейін деп шештім. Егер сіздерде алма көп болып артылып жатқан болса, осылай жасап тастауыңызға болады. Тек алмадан ғана емес, барлық жеміс түрінен тура осы әдіспен жасасаңыз, өте сәтті шығады. Енді туралған алмаларды қазанға салып, қантын қосып, отқа қоямыз. Қантын өз қалауыңыз бойынша салсаңыз болады. Менде қышқыл алмалар болғандықтан қантын көбірек қостым. Егер сізде тәтті алма болатын болса, қант салмай қойса да болады. Бетін жауып, отты қаттысына қоямыз. Өзі сөлін бөліп қайнайды. Арасында асты жабысып қалмас үшін астын қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Қайнап шыққан соң астын басып жай отқа қоямыз. Міне осылай жұмсақ болып, езілгенше қайнатамыз. Дайын болған қоспаны осылай блендердің көмегімен езетін боламыз. Егер блендер болмаса, осылай картошка езетінмен де езсе жарайды. Жақсылап езіп болған соң, осылай ситаның көмегімен артық қабықтарынан бөліп шығатын боламыз. Осылай барлығын өткізіп шықтым. Менде осындай каша сияқты бір келкі қоймалжың масса шықты. Енді осы қоспаны пергамент қағазына бір келкі етіп жайып шығамыз. Менде осылай 4 листі шықты. Енді оны күнге қойып кептіреміз. Күн салқындау болғандықтан менде 2 күн дегенде таза кеуіп шықты. Егер де сіз жаздың күні істесеңіз, 1 күнде кебеді. Дайын болған қақты кесіп, дастарханға осылай қоя беруіңізге өте ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом пайдалы болды деген сенімдемін.